Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бар болғаны 5 минутта осындай додекаэдрді қалай жасайтынымызды көрсетемін. Сұрақтар 16 желтоқсан тәуелсіздік күніне арнап құрастырылды. Алдымен додекаэдріміз үлкен болу үшін әрбір дөңгелекті бір параққа басып шығарып аламыз. Енді көк дөңгелектің бойымен қырқып шығамыз. Бірдей болу үшін жеке бір парақтан қырқып алуға болады, ал егер уақытты үнемдегіңіз келсе, 5-6 парақты бірге қосып қырқып аласыз. Енді ақ сызықтың бойымен шет-шетін ішке қарай майыстырып шығамыз. Шеттерін майыстырып болған соң, енді майысқан шеттерін бір-біріне жапсырып шығамыз. Жапсыруда мен степлер қолдандым. Клей қолдануға да болады, немесе екі бетті жапсырылатын скотч қолдануға да болады. Мінекей тәуелсіздік күніне арнап жасаған додекаэдріміз дайын. Бұны оқушылар бір-біріне лақтырады және қай сұрақ түсті сол сұраққа жауап беріп қолданады.